Сонымен, миссис Бамбитта, Калифорнияға кім барады? 28. Бексейтова Айгүл. Сонымен, Вот бомбинка с организацией связана. Это Европа. А Европа это очень быстро. Нет. Они еще новые. Я даже здесь. Мама, мен сені жақсы көремін. Сәттілік. Мама, мен сізді жақсы көремін. Мама, мен сізді жақсы көремін. Сәттілік. Зарсалыса, Шадыгран Шакенова, бухгалтер, сядем в отель, рейтинг номер Шарматовас. После болсын. На сцене Патриция Мойер. Көп рахмет. Мен сияқты кішкентайсың өзі. Қанша балалар өтсін сен қолдап. Балалармен фотоға қыздармен. Немейді, концертке деген мен киноға да бармаймын. Сен үшін келдім мен. Бақытты бол. Сен мықтысың. Мен саған ризамын. Мен 5 қыз, бір ұл тәрбиелеген адам. Менің де қыздарым да сенің тағдырыңдай тағдыр бар. Сондықтан болайын. Рахмет апа, жыламайық, күлейге жылатпайық, өз жылап тұр. Жүріңіз фотоға түсейік как раз. Қуаныштымыз. Бәленбай адамның ішінен. Сен мақтысың. Ешқандай өзіңнің беделіңе не келтірген жоқсың. Ата енең сыйлап жатыр, жаман болсаң сыйламайды сені. Менде де бар. Иә, жаман болсаң Жұмысқа шығып балаларымның әкесі де, анасы да өзім болдым. Ешкімнен кем болмасын деп барым салдым. Мама, қашан қайтамыз үйге? Бабам, тұрмақ болып тұр, қазір қайтамыз, ә? Қазір мен жұмыс істеп болайын, сосын қайтамыз. Қалай сен алма? Иә, жақсы. Бүгін кеше жұмысқа қанша ашасыз? 8-де босаймын. Кеше жұмыстан кейін бір жаққа отырып танысып қайтсақ. Жоқ, ондай уақытым жоқ, ренжімеңіз. Уақыт табылар бір күні, уақытыңыз бос болған күні. Сізге айттым ғой, уақытым жоқ деп түсінбейсіз. Ренжімеңіз. өзім бүгін қандай сезімде Мен қызым айтумен бір блогерлік жолын бастадым деп айта аламын. Ешқашандай да өкінбеймін осы блогерлік жұмысты бастағаныма. Себебі осы арқылы қазір жұмыс жасап нанымды тауып отырмын. Қаншама әйелдерге мотивация болып отырмын деп айтсам болады. Себебі қаншама әйелдер үлкен. Бірақ мен одан кейінгі бәріміз марапаттады, ортада тұрдық, именно жабылды, кейін қайттан ашылды ғой. Содан кейін мен сіздерге осын почему-то айтқым келіп тұр, мен бөліскім келіп тұр да. Айтпасам тоже болмайтын сияқты. Менде по идее андай паника болды сәл. Потому что жан-жағыма қарап балаларымды істедім сразу. Сонымен олар сыртқа шығып кеткен. Сосын кіре алмай қалды да обратно.
очередь болып тұр, анау мынау болып тұр деп звондаймын телефондарына. Потом қызының нянясы бар енді. Мен бері қарай кіре алмай біраз тұрып қалып, сол кездегі мен чувством жалғыз қалып кеткендегі жерге жете салмаймын айтып. Отқан күшті әрине, оған ол сезім бөлек. Бірақ сен бағандан бері түсінбедім да, менде бір или өзім мойындамай тұрдым ба, бір чувство болып тұрды да, какой-то бір басқаша. Отқаныма қуанып тұрмын, сонда да бірдеңе бір жетіспей тұрма, сондай болып тұр. Сосын үйге келіп ойланып қарасам, сол нәрсе екен. Постоянно менде сондай моменттерде жалғыздық сезіледі қатты. Енді көрдім да, біреусінің ата-анасы келіп жатыр, біреусінің бауыры, ағасы, сіңлісі, басқа да деген сияқты. Маған қатты обидно болды, шыны керек. И сонымен паникамен баламды іздей бердім. Няняма қайта звондаймын. Өтініш кіріңдерші деді. Срочно балаларымды құшақтауым керек. По идее, шыққаннан кейін де асықпай көре алатын едім да балаларымды. В моменте, эмоция менде жақын адамның жетіспей тұрғаны болды. Бірақ дегенмен де таң қалғаным, мен оқырмандарым кәдімгідей күшті тілектер жазып жатыр. Соны ойланып отырмын, қолдаушыларым келіп, гүлдерін беріп жатыр. Вроде бы внимание жетпей тұр емес, жетіп тұр, себебі қолдаушыларым гүлді беріп жатыр. Бірінен кейін бірі келіп құшақтап сүйіп, үлкен апа деген тілегін айтып маған, мені жақсы көретін бәрін айтып жатыр. Бірақ сонда да мына жақта бірдеңе жетіспей тұр да. Сонымен осылай бір жылға алсам, кішкене жіберетін шығармын. Себебі мынау жас көз жасын білем, автоматом келді, білесіздер ма? И оны сіздерге мен айтқым келді. Себебі сіздерден, мен уже сіздерге жақын болып кеттім, шынымен де. Потому что сіздерге бірдеңе айтам. Айтсам да, айтпасам да, күшті тілектер, жылы сөздер, күшті тілектер сіздерден естіп жатам. Рахмет сіздердің бар болғандарыңызға. Сіздермен бөлісіп жатам. Негізі айналамда бөлісетін адамдар өте көп. Қазір өміріме жаңадан адамдар келіп жатыр. Құдайға шүкір. Осы ұйымдастырып жатқан кісілердің өзін кәдімгі кездестіргеніме Құдайға шүкір. Қатты қуанам, себебі оны сіздерге сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сол жылап бастап күліп аяқтағаным ше. Атак негізі қатты қуаныштым. Бүгін күнім мен үшін бір ең керемет күн болды. Ең сәтті күн, керемет күн. Алдыда одан да керемет күндер күтіп тұрғанына сенімдімін. Сол үшін сіздерге де рахмет. Менімен бірге болып жатқандарыңызға, қолдап жатқандарыңызға, барынша жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді жазып жатқандарыңызға мың алғыс. Сіздерді жақсы көремін. Біздің аруларымыз. Миссис Казахстан. Азамат мырза, абауын таңдалдыңыздар ма? Не деген
қолдау көрсетті. Рахмет. Сая Камилова.